Бізде самолетіміз ұшып болмайды ғой. Отырамыз. Қазақша айтады, орысша айтады, ағылшынша айтады. Ремень тақ деп қазақша айтады, орысша айтады, ағылшынша айтады. Алдындағы столыңды көтер деп қазақша айтады, орысша айтады, ағылшынша айтады. Телефоныңды сөндір деп қазақша айтады, орысша айтады, ағылшынша айтады. Алдындағы столыңды көтер деп қазақша айтады, орысша айтады, ағылшынша айтады. Басқа мемлекеттің самолеті ұшып үйіне қонып жатыр. Біз әлі отырмыз. Қазақшасын, орысшасын, ағылшындасын тыңдап жаңағы. Сосын ол болса сосын жаңағыдай әртүрлі бір білмейді. Бірегілау дейді. Өздері есік жауып атады, өздері түсінеді. Біз түсінбейміз. Жан-жаққа қарап отырасың, не айтып жатыр екен деп жаңа. Расымен бір сондай бір ұшып болмаймыз, не қонып болмаймыз. Қонғаннан кейін бар багаж. Біздің багаждар бөлек ұшып келетін секілді самолеттен бар ғой. Өздері қалып, бөлек багаж өтіп, кәдімгі бар ғой. Бөлек самолетпен ұшып келетін сияқты күтіп тұрасың, ана жерде багаж шығатын тесікке қарап бүкіл жаққа түскендер. Біз енді қарап тұрсаңыздар, егемендік алғанымыз 20 жылдан асып кетті ғой. Біз енді алда экспо келе жатыр. Бізде қазақ тілі емес, тіпті әр өңірдің Қазақстанның ішкі рейстерінде әр жаққа ұшуға сол жақтың диалектімен айтатындай жағдайға жеттік біз. Мысалы, әр жақтың өзінің сөзінің диалекттері бар. Мысалы, бізде қазақта қазақ тілі, орыс тілі, немесе қазақ тілінен ағылшын тілді аудармалар бар ғой. Соны әр өңірге істеуге болады. Мысалы, мына қазақ тілі мен Қызылорда тілі деуге болады. Мысалы, Қызылорда оңтүстік жақтың тілдері, мысалы, мынандай да, тұра тұршы деген сөз жоқ оларда. Татшы дейді. Татшы дейді, татшы дейді. Қойшы деген жоқ. Қойшай дейді. Қойсай дейді. Бар десе барсай дейді. Сосын олар жаңа қысқа сөйлейді да барлығы. Сосын ең бір қызық сөз мынандай. Күшті деген сөзді айтпайды олар. Жынды дейді. Жынды деген сөзді ауыш дейді ол жақта бар ғой. Ең бір жеткен. Сосын не істеватсың деген сөз, не істеп жатырсың дегенде не істеватсың дейді. Қысқа. Қақа. Қайда деп айтпайды. Қақа дейді. Анжаққа десе ақа дейді. Мен оларды түсінемеді. Ауа райына байланысты шығар деп ойлаймын да. Ауа райына байланысты. Егер тал өсіп, су ағып, құлпырып, қоңыр салқын болса, бүкіл сөздің бәрін айтар еді. Қай жаққа бара жатсың? Мен жұмыс жаққа бара жатырмын деп жаңа. Қашан келесің? Ертең келем деп. Күн ыстық, 50 градус ыстық, еще жел соғып тұр. Анандай настроение, мынандай түрмен ол сөзді айта алмайсың. Қақа, бяқа, жақа. Қақа келесің, бяқа келесің деп. Әр жақтың өзі. Батыс жақта, мысалы, біздің батыс жақта да өзінің сөздері бар. Бізде, мысалы, кішкентай, үлкен деген сөздер білесіздер ғой, жаңа құттай, нән дейді. Құттай, нән дейді. Нән ғой мынау дейді. Үлкен болса жаңағы. Үлкен болса, нән дейді. Құттай дейді, құттай дейді. Одан да кішкентай болса, құтта қандай дейді жаңа өзі. Құтта қандай деп жаңа өзінің бір сөздері бар келтіретін. Жаңағы әртүрлі. Біздің жақта не деген сөз жоқ. Не дегенде Атырау жақтарда незат дейді. Батыс жақта зәт дейді. Оралда бізде. Оралда зәт дейді сразу. Зәт мынау дейді. Зәт мынау дейді. Не мынау деген сөз жоқ. Зәт дейді. Бір-біріне қараған кезде вообще өздері бірақ кәдімгі немен сөйлеп тұрады да, жүрегі ашық адам секілді. Зәте, бүтей. Одан алар тамаш болсақ, бата бер жөнек деп сондай бір-біріне ұрысып сөйлейміз де бізде. Ана жақта алады деді. Болды, бәріш болды ма дейді. Я бәріш бар дейді. Өйткені ана жақта постоянно найза, кіші жүзді найза беріп жауға қойды, бекер айтпаған шығар. Өмір бойы жаңа соғысып қалған ғой жаңағы. Сол қалып қойғанда сол жаңағы. Деп қалып қойғанда үйде. Қыздары болсын, ұлдары болсын жаңа. Бізде ұлдар деген сөз жоқ, жігіттер балдар дейді бізде. Атырау, Орал жақтарда Ақтөбе балдар дейді. Бұл жаққа келгеннен кейін бала. Ол жақтан мысалы әр жақта әртүрлі. Тәте деп, еркек адам айтса, бұл жақта тәте деп әйел адамды айтады екен. Мен алғаш келген кезде түсінбейтін, маған айтатын келген кезде. Ана жерде гримерінде, жаңағы костюмерінде тәтеңнен барып костюм алып кел дейтін. Мен кіріп келіп кәдімгі бір ер адам іздеп жүргенмін. Сөйтсем бір әйел адам отыр. Тәте жоқ мына жақта деп жүгіріп барып келдім ғой. Мен тәтем мына жаққа жұмысқа кірді ме деп ойлаймын ғой. Енді тәте деген өзінің туыстарың ғана ғой тәте дейтініміз. Әр өңірдің әртүрлі. Біздің жақта Оралда әсіресе мынандай сөздер бар, қызық енді бар ғой. Еттің наны деген бар да, мына жақта еттің наны біздің жақта іңкәл дейді. Оралда іңкәл дейді да, мен басында түсінбеймін. Іңкәлден алыңдар деп қоямын ғой басында. Іңкәлінен алыңдар, етінен алыңдар, іңкәл деген сөз мына жақта жоқ. Әр жақтың өзінің сөзі басқа. Семей жақтарда, шығыс өңірінде бөлек, мына солтүстік Қазақстан жақтарда да, Алматы жақтарда тіпті мүлдем басқа. Сол секілді біздің Қазақстанның ішінде авиалиниялардың өздері әр өңірге. Мысалы, батыс жаққа қарай ұшатын болса самолет, кәдімгі жазып қою керек. Батыс жаққа қарай батыс авиалиниясы. Кіріп отырған кезде де, стюардессалардың өздері де ұлдар мен қыздар тұрады ғой.
Сәмір. Ішінде біз үйретуіміз керек қой, әр тіліміз бай екенін көрсетуіміз керек та, әр өңірдің өзінің бір менталитеті бар екен. Сәмір. Сау анжай кіріп хабарлап жатыр да, құрметті жолаушылар, құттай біраздан кейін ұшамыз кішкене. Отыра беріңдер жаңа, бір-біріне ықылдасып отырып жақындап отырсаңдаршы деп жаңа. Ол жақта сосын самолет келді, батыс авиалиниясында қыз шығады бүйтіп жаңағы. Ол жақта әркім өзінің әр жақтың өзінің дәстүрін көрсеткен дұрыс та, ұшып барған шетелден келген қонақтардың өздері бұл керемет ел екен ғой деп отырады. Ішінде отырып, мына қыз шығып кетеді. Мына жақта былай, сосын былай тұрады, есіктер былай, сосын мына жерден түскен кезде мына жерден былай деп өзі көрсетіп тұрады, оқып анау уже ана жерде отырғандар уже қалтасынан ақша алып лақтырып жатыр да ана қызға бүйтіп уже. Ақша беріп жатыр ма? Керемет көрсетеді екенсің. Ай, қарындасым, 4-ші қатарда отырған мына ағаларының атынан, 5-ші қатар А-Еде отырған бірдеңеден, 28 қыдан, мынау 28 F-тан деп, үші екінші ана борт проводник бәрін жинап жүр. О, мынау бір жерде тұрған анадан деп. Әркім өзінің не дәстүрі бар. Сосын ол жақта бәрі самолет ұшқаннан кейін кім айту керек? Ал енді мына ауылдың үлкені кім бар ішінде бір бата беріп жүрсеңдерші біреуін деп жаңа. Батасын алып, болды, ұшамыз деп. Құттайдан кейін қазір белдерің босатасыңдар, пока отыратындар, сосын сұрақ қойды. Не ғой, пожалуйста, темек шекпей қойыңдар, жақсы ма деп жаңа. Самолет ұшады, біраздан кейін стюардессаны шақырып алады, жаңа не болды, есік жапсаңдаршы, суық дейді. Әлі есік жаппағанда, ол жақта сондай өзі. Есікті жауып алады, сосын біраздан кейін барып, стюард ішіндегі стюард кәдімгідей мына жаққа кіріп, қолына бір жаңағы құманын алады, несін алып, тазегін алып, бәріне су құйып жүр да, жаңағы бүйтіп жаңағы келді тамақ ішесіңдер, мына су құйып. Ол жақта батыс жақта су құяды, күйеу балдар, батыс жақтың күйеу балдар бар ма залда? Қолдарына су құйып, жаңағыдай не істеп жүреді. Орамалын асынып алған. Сосын батыста эконом класс деген жоқ, бәрі вип, сразу бәрі бизнес класс. Толған бизнес класста. Мына батыстықлер бар ой дейді. Содан кейін бар тек Құрманғазының бірін күйін ойнатып жіберіп, көрсетуіміз керек қой, шетелден келгендер көріп, қызыл балықты бейді. Алдыңғы қатарда отырғандарға қызыл балық икрамен, артқыңғы қатарда отырғандар қызыл балық, көк балық, сары балық, бірдеңе балық. Балығын жеп алды, жерге қонды, самолеті келді. Баратырғанда борт журналда қайдағы жоқ Турцияда болып отырған, Малайзияда болып отырған жаңағы демалыс орындары емес, сол батыстың өзінің бір әдемі жерлері, әдемі елдері, қай жерге барып демалуға болады, қандай бір жаңағыда күйлері бар, қандай әндері бар, сол өңірден шыққан батырлар, сол өңірден шыққан ақындар ұшып бара жатқан адам 2 сағат жеткенше сол өңірмен танысып алар еді деген ойым. Қайтадан батыстан Астанаға кетірганда Астана туралы. Мысалы, шығысқа қарай ұшатын болсақ, кәдімгі Абай атамыздың еліне, ақындардың еліне бара жатырмыз да. Мұхтар Әуезов ағаларымыз деген. Стюардессы мен стюардтардың өздері ақындатып, өлеңдетіп, қош келдің біздің бортқа, ардақты ағайын, көңілім бірдеңетің шайға сайын, беліндегі белдікті тағып ал, атоқа самолет турбулентный зонада ұшып кетесің деген секілді. Бүкіл өлең шумақтарын айтуға болады. Өлең шумақтарын айтып, қыздарда, жігіттерде, ақындар, отырған жақ пассажирлар, бүкіл отырысқандар өздерін тің деп стюардесін шақырып, қарындас айналайын су бола ма? Кішкене тамағым кеуіп барады. Ұшқанша шөл шыдай алмайтын сияқтымын деген секілді. Ақындардың еліне барады. Ол өңірде көбіне арғындар, наймандар көп тұрады ой деймін. Шығысында Семей жақтарда наймандар көп тұрады. Ол жақта кәмпит бермейді. Самолетқа шығарда құрт береді ол жақта бейді бірінші. Құрт береді, аш шығылып құрт береді де, 10 минуттан кейін су сатып жүреді үшін. Су сатып, не істейсің сондай, әр бизнес істеп жүрді жаңа авиалинияда. Әр өңірдің өзінің, солтүстік Қазақстанға қарай ұшатын болса, солтүстік Қазақстан, біздің мына Қостанай, Петропавл, Павлодар, қандай екен, ол жақтың еттеріне ештеңе жетпейді. Сол жаққа ұшатын адамдар бәлкім оның өзі де туристический болып мүмкін. Жүріс Қостанайға барып қайтайық, жүріс Петропавлға ұшып барып келейік, ет жеп келейік дегеннің өзі қандай керемет. Ананың ішінде күй ойнап жатады, барлығы отырып болғаннан кейін мынандай табақ ет, алдың қатарда бірінші бизнесте отырғандарға қойдың басы кәдімгі мына жақтан 2 сағат не істейсің? Ет мүжіп, рахаттанып, сорпасын ішіп, осы рахаттан барасың, қайтқан кезде тағы бір жылқыны сойып аласың, сол билетке кіреді де, барлығы можно солай істеуге енді билетке кіргізіп қойуға болады ғой. 300 мың теңге бір жылқы десең де, өзін сатып отырғанда айтып қойдық. Мысалы, Қарағанды, мына тұр, қазір Екортаға да самолет ашылды. Ол Қарағандыға ет жеп үлгермейсің. Қарағандыға барған тіс шұқып үлгересің тек просто жігіт. Мына тұр, самолетте көтеріледі, резко түсіп кетеді. Кіріп келген кезде стюардессалардың өздері мына жақта көбін алып алған, тек қымыз сапырып отырды. Қош келдіңіздер, қазір біраздан кейін жаңарқаның қымызы бар, жезқазғанның қымызы бар деп.
Ол жақтың қымыздары керемет, мысалы кәдімгі қыздар жейтін Су, шай, сок деп жүрмейді. Қандай қымыз керексің? Жаңарқаның қымызы ма, әлде ана жақтың қымызы ма? Әлде мына жақтың қызы ма, мына жақтың қызы? бір жаңарқан айтып қояды, өйткені жаңарқан жақсы бәрі біледі ғой, жаңарқаның қымызы, жаңарқаның қымызы, жаңарқаның қымызы. Сосын ана жаққа айтады, сіздердікі жетіп өтпей жатыр, жаңарқаны алсайық деген сияқты. Әр өңірдің әртүрлі. Мысалы тіпті қай жаққа барсақ та біздің қазақ, біз сонымен дәстүрімізді көрсететін едік. Шетелден келген қонақтарымызға болсын. Біздің елімізде осындай ұлт дәстүріміз осындай екен, тіліміз біздің жақтың мынандай екен. Шетелден келгендер де көреді. Ана Қазақстанда деген қандай керемет. Тіпті тамағы да, әр елдің биі де. Мысалы үшін Шымкент жаққа баратын болса, ұшатын болса, оңтүстік Қазақстанға, ол жақта отырғыштың керек жоқ, бәрін алып тастауға болады да. Өйткені оларда орын жоқ деген понятие жоқ. Олар бәрі сразу кіргізе береді. Кіре бер. Кіріңдер. Билет жоқ деген понятие жоқ. Кіріңдер. Мына тұрған Шымкент 1 сағат қой, не болды деп билеп барамыз деп музыканы қосып қойып, бәрі ішінде біреулер Адар аспанмен жүр. Деп самолеттің ішінде ана жерде біреу бата беріп жүр ақшасына, соған шейін жетіп қаласың. Әр өңірдің өзінің менталитеті бар. Алмасын беріп жүр, жүзімін беріп жүр. Қандай керемет. Сол кезде қандай шетел болсын, қандай сыртқы ел болсын, сол кезде айтпас еді, бұрын қазақ деген ел болған жоқ деп.